Қайырлы басамыз. Сыр еру үшін аударыстырып 1 минуттай ұстаймыз. Содан соң тарелкаға салып алуға болады. Дастарханға ыстық күйінде ұсынған дұрыс. Міне достар, лаваштан пайдалы ингредиенттер қосылған таңғы асымыз дайын болды. Өте дәмді, тәбетті ашады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазылып лайк қоюды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.